Асқа шақыруды сұраған екенсіздер. Асқа шақыру үшін шаблонды Pinterest'тен аламыз. Мына жерде іздеу батырмасына басамыз, жазамыз асқа шақыру шаблоны. Міне неше түрлісі шығады. Маған мынау ұнады, мынаны алайын. Міне 3 нүктені басқан кезде скачать деп шығады. Басамыз, галереяға жүктелді бұл. Pinterest'тен шығып кетеміз. InShotқа кіреміз, фотоны таңдаймыз. Жаңағы жүктеп алған нені аламыз. Енді осы жерге жазамыз, шақыру, асқа шақыру. Түсін осы жерден таңдаймыз. Границасын реттейміз. Границаға да түстерді қоя аласыздар. Мына кішкене әппақ көрініп тұрсын. Тура былай ортасына қоямыз. Сосын болды. Әдеттегі асқа жазылатын мәтінді жазатын боламыз. Құрметті жамағат. Жазасыздар ғой ары қарай. Сіздерді анамыздың, әкеміздің қараша айының осындай күнінде өтетін жылдық асына қонақ болуға шақырамыз дегендей. Енді ол астың мәтінінің үлгісін айтпай қойын. Оны білесіздер ғой. Сөйтіп жазасыздар да, бәрін сақтап алған соң, шрифтің түсін, түрін өздеріңіз әдемілеп келтіріп алсаңыздар болады. Бұның алдындағы видеода мен көрсеткем қазақша шрифтті қалай жүктеу керек екенін. Соған қарап қазақша шрифттер жүктеп алыңыздар. Өйткені InShot'тағы шрифттер орысша болғандықтан біздің Q, Ö, Ң, Ж деген Г деген әріптерімізді оқымайды, дұрыс шықпайды. Сол үшін қазақша шрифт жүктеу міндетті. Шақыру жасап аламыз да, үстіндегі стрелканы басамыз, ол біздің галереямызға жүктеледі. Галереядан алып керек адамдарға тарата бересіздер. Қажетті дүниенің барлығын осы Pinterest'тен аласыздар. Мысалы үшін мектепке жасайтын болсаңыздар, школьный пригласительный дейміз. Оған келмей ма? Онда школьный шаблон дейміз. Міне, мынаны алып біз шақыру жасасақ болады. Төменге түсеңіздер, осы сияқты түрлері шығады, мінекей. Түрі көп астынан шыға береді. Осының кез келгенін біз шақыру жасай аламыз. Үстінен жүктеп аламыз да, жазамыз. Құрметті әріптестер, бүгін осындай әдістемелік бірлестіктің апталық ашылуы болады. Болмаса мына күзгі бал концертіне сіз қонақ болуға шақырамыз дегендей, мектепке қажетті шаблон таңдап аласыздар, жаза бересіздер. Бар болғаны осы.